Алла тағаланың көркем есімдері жайлы білесіз, әр жерден естіп, оқып қалып жүрсіз. Бірақ өзіңіз 99 көркем есімді жаттау жайлы ойланып көрдіңіз бе? Егер сол 99 көркем есімді жаттап алсаңыз, не болатынын білесіз бе? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям бір хадисінде Алланың 99 көркем есімін біліп, соған сай әрекет еткен адамдардың жаннатқа кіретінін айтқан екен. Бұл өмірде кездесетін түрлі жағдайларда, қиыншылықтарда ең алдымен көмекті Алладан сұрасаңыз, және Алладан өзінің көркем есімдері арқылы көмек сұрасаңыз, нұр үстіне нұр болады. Алланың бізге мәлім әр есімінің бізге берер нығметі орасан зор. Алланың 99 есімін көбірек оқу, айту, жаттау ең алдымен адамның санасын жүйесіз келе беретін түрлі жаман ойлардан арылтады. Ойдың тазаруы арқылы өміріңіз де жақсара түседі. Барлық нәрсенің бастауы таза ой. Ойыңыз реттелсе, сөзіңіз реттеледі. Сөзіңіз реттелсе, ісіңіз реттеледі. Ісіңіз – ол сіздің әдетіңіз. Әдетіңіз – ол сіздің өміріңіз. Болашақта бәріне жетем. Болашақта бақытты болам демей, бүгінгі күніңізге, қазіргі сәтіңізге мән беріңіз. Бір күніңіз өтсе, ол күн қайтып келмейді. Өтіп жатқан әр күніңізде Алланың әр есімін айтып жүру сізге көп жақсылықтар берері анық. Алланың көркем есімдерінің тылсым сырлары, қасиеттері өте көп. Алдағы уақытта әр есімнің қасиетіне жеке тоқталатын боламыз. Сізге пайдалы болуға тырысамыз. Ендеше келесі видеоларда әр есімнің бізге берер нығметіне тоқталатын боламыз. Арнамызға жазылып, Алланың 99 есімін бізбен бірге жаттап алыңыз.